Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Менің аты жөнім Тоқтық Серікгүл, Ақтоғай ауданы Қабыткар Мыдырысов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Абайдың 17-ші қара сөзі. Сабаққа негізделген оқу мақсатымен таныс болыңыздар. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Оқу мақсаттарына жету үшін бағалау критерийлерін белгілеп алайық. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады. Шығарманың идеясын бүгінгі күн тұрғысынан талдайды. Әдеби эссе жазады. Осы оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін төмендегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ендеше оқушылар, сіздерге сәттілік тілеймін. Балалар, ең әуелі біз Абайдың қара сөздері немесе ғақлия сөздері туралы мағлұмат аламыз. Жанр жағынан қара сөздері ежелгі әлем пәлсапаларында бар пәлсапалық трактаттармен үндес. Мұхтар Әуезов пікірімен айтқанда, Абайдың өзі тапқан прозаның жаңа түрі, афористік ойлар жиынтығы. Жинақтап қарасақ, ұлы ойшылдың қара сөздерінде әділет, шындық, ғылым-білімге сүйіспеншілік, тәрбие мәселелері, адамгершілік, толық адам проблемасы, еңбек, турашылдық, адам, қоғам, елдегі жақсы жаман мінез құлықтар сөз болады. Мұхтар Әуезов Абайдың қара сөздері қазақ әдебиетіне қосылған баға жетпес асыл қазына деген. Құрметті оқушы, Абайдың 17-ші қара сөзінің құрылысы басқа сөздерден елеулі айырмашылықты. Бұл қайрат, ақыл, жүректің айтысына құрылған. Бәріне ғылымның төрелік етуі тегін емес. Бірінші тапсырма. Әуелі әңгіменің мазмұнын меңгереміз. Ол үшін сіздердің назарларыңызға айтыстың ең негізгі түйіні тұжырымы жазылған үлестірмелі карточканы ұсынамын. Мұқият оқып, танысып шығуларыңызды сұраймын. Қайрат жүрек ақылдың айтысы. Қайраттың ғылымға айтқаны. Ерінбей, жалықпай үйрену. Құдайға ғибрат ету менің ісім. Бойды таза сақтау, күнәһарлықтау, шайтанның азғыруынан сақтау менің ісім. Ақылдың ғылымға айтқаны. Не пайдалы, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді де ұғатұғын мен. Жүректің ғылымға айтқаны. Адам денесінің патшасымын. Жақсылыққа ежіреп, жамандықтан жиренетін мен. Әділет, ынсап, ұят, рақым, мейірбандық бәрі менен. Ғылымның айтқаны. Қайратқа. Айтқаныңның бәрі рас, бірақ пайдаң да, залалың да мол. Кейде жақсылықты, кейде жамандықты берік ұстанып кетесің. Соның жаман. Қаруың көп, күшің мол. Ақылға айтқаны. Айтқаныңның бәрі рас. Тәңіріні сен білесің. Амал да, айла да сенен шығады. Жақсының да, жаманның да сүйген сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман. Сенің қырың көп. Ғылымның жүрекке айтқаны. Билеуші, әмірші жүрек болса, жарайды. Жақсылыққа жаны, діні құмар. Жаманшылыққа ермейді. Үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет. Құдайшылық та сонда. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Міне оқушылар, Абайдың 17-ші қара сөзінің қысқаша түйіні осындай. Екінші тапсырма. Балалар, сұрақ қою стратегиясы арқылы
Абайдың 17-ші қара сөзінің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Абайдың 17-ші қара сөзінде кімдердің пікірталасы берілген? Олар кімге жүгінеді? Қайрат өз бағасын қалай түсіндіреді? Ақыл ше? Жүрек не дейді? Ғылым пікірі, шешімі қалай? Осы сұрақтарға жауап беріңіз. Жауаптарыңызды жазбаша немесе ауызша беруге болады. Ескерту: жауапты мәтіннен үзінділер ала отырып дайындаңыз. Балалар, біз қара сөздің мазмұнын меңгердік. Ендеше берілген тұжырымдардың шындық немесе жалған екендігін айтыңыз. Қайрат, ақыл, жүрек тоғысқан жерде адамның толық болатындығы туралы ақынның ойымен келісесіз бе? Келісемін. Адам бойындағы әділет, ынсап, ұят, рақым, мейірімнің бәрі ақылдан шығады. Әрі құдайшылық та ақылда деген пәлсапалы ойы шындық па, жалған ба? Жалған. Ағартушы Абайдың ғылымды қай еңбегінде болмасын бар дүниенің үстінен қаратуы, бәрін ғылымға бас идіруі дұрыс па? Иә. Жарайсыздар оқушылар, сіздер де бұл тұжырымдарға дәл осылай жауап берді деген ойдамын. Енді сабақ мақсаты бойынша келесі тапсырмаға назар аударайық. Ақынның 17-ші қара сөзіндегі идеямен үндесетін әуелде бір суық мұз ақыл зерек өлеңіндегі мына жолдарды талдайық. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. Балалар, сіздерге мұғалім тарапынан мынандай ой қозғау сұрақтары қойылады. Ақын армандаған толық адам кім? Ыстық жүрек, қайратты жүрек, қайнаған жүрек кімде болады? Ол неге қайнайды? Неге ысиды? Сұрақтарға жауап бере отырып, толық адам моделін жасаңыз. Ол үшін мынадай бағалау критерийлері мен дескрипторды назарда ұстаңыз. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады. Тапсырманың орындау қадамы: әуелі өлең жолдарын талдайды, сұрақтарға жауап береді, дәлелдер келтіреді, толық адам моделін жасайды. Сізге сәттілік. Соңғы тапсырма: ой толғау сұрақтары. Ақынның ақыл мен қайратты жүрекке билетуінің сыры неде? Ғылым болып, ақыл, қайрат, жүрекке қандай төрелік берер едіңіз? Ғылым неге жүректі қостаймын дейді? Себебін қалай түсіндірер едіңіз? Абайша қасиетті адам деген кім? Неліктен ақынның моральдық философиясында жүректің қасиеттеріне ерекше ден қойылады? Құрметті оқушы, осы сұрақтарға жауап беріп отырып, әкенің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырым деген тақырыпта шағын эссе жазуларыңызды сұраймын. Ол үшін мына дескрипторға сүйеніңіз. Сұрақтарға жауап беріңіз, эссе жазыңыз. Балалар, мына көрсетілген сілтеме арқылы Абайдың 17-ші қара сөзінің толық аудио нұсқасын тыңдауыңызға болады.
Құрметті оқушы, бүгін сіз өнімді жұмыс істедіңіз деп сенемін. Ендеше 3-2-1 стратегиясы арқылы кері байланыс беруіңізді сұраймын. Сабақтан алған 3 маңызды ақпаратты айтыңыз. Сабақта қиындық тудырған 2 аспектіні көрсетіңіз. Сабақта ұнаған бір іс-әрекетке тоқталыңыз. Үйге тапсырма. Абайдың 14-ші қара сөзін оқыңыз. Ондағы жүрек мәселесіне тоқталып, жүрек ісі туралы ақынның пікірін жазыңыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.